Қалай болыпты әлия? Тәтті. Тәтті. Маманшы қалай болыпты? Тәтті. Ас болсын. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгін сіздермен бірге картопты драники ең бюджетті тағамды бөлісетін боламын. Оған керекті заттар 3-4 түйір картошка және де бір орташа пияз, сонымен қоса 2 жұмыртқа қажет. Мен шамалы көптеу қылып істедім. Қалауымша өзім асқабақ қостым. Өте дәмді болып шықты. Дәмі осылай барлығын қабығын ашып тазалап алғаннан кейін барлығын теркіден өткізіп, жуаны майдалап турап қосатын боламыз. Шым-шым тұзымызды саламыз дәміне қарай. Қажет болған жағдайда қара бұрыш сепсеңіздер болады. Мен балдарым жемейтін болғаннан кейін сепкен жоқпын. Осылай 2 жұмыртқа, сосын ұнымызды қалауымызша шамалы қоюланғанша салатын боламыз. Барлығын осылай жақсы араластырамыз. Ең дәмді тағамдардың бірі десем қателеспеймін. Осындай істемес шығу қажет. Осылай тапаған майымызды қыздырып аламыз. Жемендеп формаға келтіріп, қасықпен бір қасықтан салып отырып пісіріп аламыз. 2 жағын жақсы пісіреміз. Асты жабыспайды, уайымдамаңыздар. Мінекей осылай болып шығып жатыр. Менікі дәмі деген мұрынды жарып баратыр ғой кәдімгідей. Астарыңыз дәмді болсын. Егер ұнаса лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.